Баршаңызға қайырлы күн достар. Маржан Дүйсен каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге творожный чизкейк дайындаймыз. Видеоны қарамас бұрын каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Сонда менің жаңа видеоларымды бірінші болып қарай аласыздар. Бүгінгі десертіміз өте дәмді болып шығады. Ауызда еритін крем және де жұмсақ корж бір-бірімен керемет үйлесетін болады. Сонымен бүгінгі десертімізді жасауға кірісейік. Құрғақ таза ыдысқа бір жұмыртқаны саламыз. Жұмыртқа бөлме температурасында болуы керек. 80 грамм қант және 10 грамм ванилин салып, аздап араластырамыз. Қарапайым вилканың немесе осылай венчиктің көмегімен араластырсаңыздар болады. Бөлме температурасында тұрған 60 грамм сармайды саламыз. Сармай міндетті түрде 82% болуы керек. Сонда чизкейктің коржы өте жұмсақ болып пісетін болады. Сұйық массамызға 180 грамм ұн және 7 грамм қопсытқыш салып, біркелкі қамыр илейміз. Ұн мен қопсытқышты міндетті түрде електен өткізіңіздер. Сонда чизкейктің коржы жұмсақ әрі біркелкі болып шығатын болады. Қамырды араластырып жатқан кезде сіздерге басында ұны аз немесе көп болып сезілетін болса, бұдан басқа ұнды қосудың қажеті жоқ. Жақсылап қолмен араластырсаңыздар, жұмсақ қамыр болып шығатын болады. Біздің қамырымыз да дайын болды. Енді қамырды қапшыққа салып, шамамен 15 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Сол уақыт аралығында чизкейктің салмасын дайындаймыз. 800 грамм творыққа 3 немесе 4 жұмыртқа саламыз. 180 грамм қант және 35 грамм жүгері немесе картоп крахмалын саламыз. 10 грамм ванилин ұнтағын және 100 грамм ерітілген 82% сармайды құямыз. 100 грамм бөлме температурасында тұрған қаймақты саламыз. Барлық ингредиенттерді салып болған соң, блендердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Чизкейктің салмасы біркелкі болуы керек. Чизкейктің салмасын дайындап жатқанда духовканы 150-170 градус температураға қыздырып қоямыз. Диаметрі 23-24 сантиметрлі қалыпқа жаңағы дайындап қойған қамырды салып, видеода көрсетілгендей етіп жайып шығамыз. Қамырдың қабырғалары осындай биік, әрі өзі жұқа етіп осылай жайылуы керек. Қамырдың үстіне жаңағы дайындап қойған салманы саламыз. Чизкейктің бетін тегістеп, 170-150 градус температурада қызып тұрған духовкаға жарты сағатқа салып пісіріп аламыз. Әркімде әртүрлі духовка болғандықтан, өздеріңіздің духовкаларыңызға сәйкестендіріп пісіріп алсаңыздар болады. Менде 150 градус температурада 30 минутта пісіп шықты. Ең бастысы, ортасындағы салмасы осындай сарғыштау түске, ал шетіндегі корждар ашық қоңыр түске енуі керек. Чизкейк пісіп болған соң, формадан бірден алмай, бетін пищевая пленкамен жауып, бір түнге тоңазытқышта қалдырамыз. Чизкейк тоңазытқышта 7-8 сағат тұрып, қатқаннан кейін ғана сыртындағы формасын шешіп аламыз. Бұл чизкейкті өз қалауларыңыз бойынша кез келген жеміс-жидектермен осылай безендіріп шықсаңыздар болады. Бұл десертті кесіп жатқанда пышақты ыстық суға батырып, содан кейін құрғақ етіп сүртіп алу керек. Сонда чизкейк тегіс болып кесілетін болады. Біздің бүгінгі тіл үйретін десертіміз де дайын. Сіздерге рецепт ұнаған болса, каналға тіркеліп, дәл осы видеоға лайк басып, және де қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Және де дәл осы видеоны достарыңызбен бөлісіп, комментарийға өз ойларыңызды жазып кетсеңіздер, өте қатты қуанышты боламын. Сіздермен бірге болған Маржан Дүйсен, келесі кездескенше.